Гүлжан, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Сен байқаймын ше, постоянно әдемі жерлерде жүресің ғой ше. Мен последнее время вообще жолым болмай жүр ше. Білмеймін осы, бір айда ше 6 жұмысқа тұрдым ғой, кірем шығып кетемін ғой. Бала шағам шетінен ауырып, білмеймін, жолымыз болмай кетті. Тәуіпке 1000 рет бардым да, бірдеңе болып кетті ше последнее время. Оның бір шешімі бар. Қандай? Садақа пәле жаланың бетін қайтарады деген бар мысалға да. Не қыласың тәуіп мәуіпке барып? Садақа бер. Қалтаңнан түсіп те қалып жатыр ғой 2-3 теңгеге. Кола мола алып ішіп жатсыңдар ғой. Соны бер, қайырымдылыққа бер. Қазір тем более Арыс қаласында 4 баласы бар жалғыз басты әке, үй жайы жоқ, көмірі жоқ, не істерін білмей отыр. Жаңа жылда сол кісіге қазір аямой халық болып бүкіл бәріміз ақша жинап жатырмыз. Салшы соған бір 200 теңге, 500 теңге салшы, жолың болып жұмысқа тұрып, ой жақсы болып кетеді. Кәсіпкерлік бар ма оның, хотя бы картасы бар ма? Бар ғой, мен қазір астына осы видеоның астында жазып тұрады, и астына да постқа жазып қоямын ғой, соған салсын. Болдым. Сен де сал. Болды. Жақсылық жасап жарысайық, қайырымдылықпен айналысайық, садақа бәле жаланың бетін қайтарады. Салдым Гүлжан, 10 000. 10 000 сал. Ақшам, молодец я. 10 000 рет жолың болатын болды бір айда. Амин.